Сәлем достар. Мен сіздерге бүгін Қазақстан тарихынан 6 сыныптың 2 тоқсанына арналған БЖВ-ны талдайтын боламын. БЖВ-ның негізгі қамтитын бөлімі дамыған орта ғасырлардағы Қазақстан, 10 және 13 ғасырдың басындағы Қазақстан территориясындағы саяси процестер туралы талдайтын боламыз. Сондықтан да балалар, достар, осы видеоны көріп, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отыруларыңызды сұраймын. Достар, БЖВ-ны нәтижелі тапсыру үшін оқулықтан дамыған орта ғасырлардағы мемлекеттер, Ұлы Жібек жолы және 9-13 ғасырлардағы Қазақстанның мәдениеті деген тарауларды жақсылап қайталап шығыңыздар. Сол кезде осы БЖВ-ны жақсы тапсыратын боласыздар. Себебі бұл БЖВ-да 10 ғасыр менен 13 ғасырдың басындағы Қазақстан территориясындағы мемлекеттер туралы, орта ғасырлық Қазақстанның экономикалық және мәдени дамуына Ұлы Жібек жолының ықпалы туралы және түріктердің материалдық және рухани мәдениет туралы сұрақтар бар. Бірінші тапсырма кестені толтыру. Бұл жерде Қарахан мемлекеті және Қыпшақ мемлекеті берілген. Осы екі мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары менен айырмашылығын кестеге жазуларыңыз керек. Қарахан мемлекеті жалпы 10 ғасырдың орта кезінде Жетісу аймағы мен Шығыс Түркістанның бір бөлігінде құрылған мемлекет. Оның негізін салған Сатық Боғра хан. Осы екі мемлекеттің ұқсастығына келетін болсақ, екеуі де Қазақстан территориясында өмір сүрген орта ғасырлық мемлекет. Этникалық құрамында түріктектес халықтар, билеушілері хан болды. Екі мемлекетте көшпелі және жартылай көшпелі мемлекеттер болды. Билік мұрагерлікпен беріліп отырды. Кейде билік басындағы хандар өзара билікке таласып, бірінен бірі билікті тартып алғанда кездері болды. Қарахан, енді айырмашылығын айтатын болсақ, Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдары өмір сүрді. Территориясы Жетісу, Шығыс Түркістан болды. Мемлекеттің құрылуында басты рөлді Қарлық тайпалары алды. 960 жылы Мұса хан исламды мемлекеттік дін деп жариялады. 1141 жылы Қарақытайлар осы Қарахан мемлекетін түгелдей бағындырып алып, 1212 жылы Қарахан мемлекеті өмір сүруін тоқтатты. Кестедегі екінші мемлекет Қыпшақ хандығы. Қыпшақтар менен Қарахандардың ұқсастығына келетін болсақ, екеуі де орта ғасырлық мемлекет. Этникалық құрамы түркі тілдес халықтардан тұрады. Қыпшақтардың өзі этникалық жағынан екіге бөлінді: батыс қыпшақтар және шығыс қыпшақтар. Мына таблицадан оқып алыңыздар. Сондай-ақ Қыпшақ тайпалары туралы білгілеріңіз келетін болса, менің арнамда Қыпшақ хандығы деген видеом бар. Соны толық көріп шығуларыңызды ұсынамын. Қыпшақ хандығының енді айырмашылығына келетін болсақ, бұл мемлекет 11 ғасырдың басы мен 1219 жылдардың арасында өмір сүрді. Территориясы Ертістен Днестрге дейінгі кең байтақ аумақты алып жатты. Қыпшақ тайпалары саны жағынан ең көп тайпа болды. Қыпшақтар өзінің өмір сүрген кезеңінде селжұқтармен, қарахандармен, хорезмшақтармен шайқасты. 1219 жылы Қыпшақ хандығына моңғолдар шабуыл жасап, осының нәтижесінде Қыпшақ хандығы өмір сүруін тоқтатты. Екінші тапсырма суретпен жұмыс. Суретте қолөнердің, сауданың және қаланың суреттері көрсетілген, яғни Ұлы Жібек жолының Қазақстандағы қала құрылысының, сауданың және қолөнердің дамуына әсерін анықтап, 3 дәлел келтіріңіз деген. Достар, жоғарыда мен Ұлы Жібек жолы туралы видеом бар. Соны да соңынан көріп алуларыңызға болады. Ұлы Жібек жолы Қытай мен шығысты байланыстырған ұлы сауда жолы. Осы сауда жолы Қазақстанның территориясымен өтті. Ұлы Жібек жолының нәтижесінде Қазақстанда отырықшылық мәдениет өркендеді. Отырықшылық мәдениеттің өркендеген жерлері оңтүстік Қазақстан және Жетісу жерлері болды. Бұнда Құлан, Лебалық, Отырар, Шауғар, Тараз, Түркістан, Саурам сияқты қалалар дамыды. Сондай-ақ осы 10 және 13 ғасырларда Қазақстанда қалалардың саны 37-ге дейін жетті. Ұлы Жібек жолының бойындағы қалаларда
сауда дамыды. Жан-жақтан келген саудагерлер жібек матасын, кілемдерін, зергерлік бұйымдарын, шыны ыдыстарын, тағы басқа нәрселерді сатты. Бұл жерде сауда айырбас және ақша арқылы жүргізілді. Оған дәлел Отырар, Тараз, Испиджаб, Сауран, Түркістан қалаларында мыс ақшалардың табылуы. Қала тұрғындарының көбеюіне байланысты тұтыну бұйымдарын өндіру үшін түрлі шеберханалар салынды. Қыш құмыра, шыны жасайтын, металл бұйымдарын жасайтын шеберханалар салынды. Ұсталық, зергерлік шеберлер қалыптасты. Сондай-ақ сырты жылтырап тұратын бояуменен боялған қыш табақтардың, қыш құмыралардың Тараздан, Отырардан, Саурамнан, Талғардан табылуы Қазақстанда қолөнердің дамығандығын көрсетеді. Үшінші тапсырма орта ғасырлық ғалымдардың еңбектерін және олардың еңбегінің құндылығын жазуымыз керек. Махмуд Қашқари және Қожа Ахмет Яссауи берілген. Махмуд Қашқари 1072 және 1074 жылдардың аралығында Диуани ұлығат ат түрік атты қазақша түркі тілдерінің сөздігі атты еңбегін жазды. Осы еңбекті жазбастан бұрын ол бүкіл түркі елін аралап, олардың әдет ғұрпын, тілін зерттеді. Бұл еңбегінде түркі тілдес халықтардың мекен жайы, әдет ғұрпы, тұрмыс тіршілігі, олардың тілі туралы тарихи еңбек жазып қалдырды. Орыс ғалымы Канонов Махмуд Қашқаридың бұл кітапты жазудағы басты мақсаты түрік тілінің мәртебесін көтеріп, оның араб тілінен ешбір кем түспейтіндігін дәлелдеу болды дейді. Осы түркі тілдерінің сөздігі кітабы баға жетпес еңбек болып табылады. 1997 және 98 жылдары Егеубай бұл еңбекті қазақ тіліне аударды. Қожа Ахмет Яссауи Сайрамда дүниеге келген, яғни Испиджабта, сондай-ақ Яссыда өмір сүрген. Яссы қаласы қазіргі Түркістан қаласы. Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы Арыстан Баб болған, содан тәлім алып, ислам дінін уағыздаушы сопы болды. Оның Диуани Хикмет деген кітабы қазақша даналық кітабы деп аталынады. Бұл кітапта тарихи, тілдік, әлеуметтік, этнографиялық деректер жазылған. Сондай-ақ өзі ислам дінін уағыздаушы болғандықтан адамдарды адалдыққа, кішіпейілділікке, имандылыққа, мейірімділікке, даналыққа шақырады. Әділетсіз билік иелерін сынайды. Достар, мен сіздерге БЖВ-ның сұрақтарын талдап, жақсы ақпарат бердім деп ойлаймын. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар, білімдеріңізді шыңдаңыздар, класстастарыңызға, достарыңызға осы видеоны таратуларыңызды сұраймын. Сондай-ақ менің каналымда Ұлы Жібек жолы, сондай-ақ түрік қағандығы, Қыпшақ хандығы туралы көптеген видеолар бар. Мен сіздерге бұдан да басқа видеолар салып отыратын боламын. Сондықтан менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.